Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы арифметикалық амалдардың қасиеттері. Осы сабақтағы оқу мақсаты амалдар саны 4-тен артық болатын, жақшамен және жақшасыз берілген санды өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтау және мәндерін табу. Санды өрнектердің мәндерін табу үшін көбейту мен қосу амалдарының қасиеттерін қолдану. Енді сабағымызды бастамас бұрын біз сізден өткен тақырыпты қайталап өтейік. Сонымен бірінші сұрақ: қандай сандар қосылғыштар деп аталады? Қандай сан қосындының мәні деп аталады? Қандай амал азайту амалы деп аталады? Қандай шарт орындалғанда көбейтінді нөлге тең болады? Осы сұрақтарға жауап берсек, енді ары қарай сабағымызды бастайық. Сонымен бірінші біз сіздермен қосудың қасиеттерін қарастырайық. Қосудың екі қасиеті бар, білесіздер, иә? Ауыстырымдық қасиеті және терімділік қасиеті. Бірінші ауыстырымдық қасиеті бойынша, егер әріппен жазатын болсақ, А қосылған Б тең Б қосылған А. Яғни, мысалы, 2 қосылған 7 тең 7 қосылған 2 деп жазуға болады. Егер 2-ге 7-ні қоссақ, 9 шығады. 7-ге 2-ні қоссақ, 9 шығады. Ендеше не байқап тұрсыздар? Иә, дұрыс айтасыздар. Бұлар өзара тура теңдіктер болып шықты. Ендеше қандай анықтама осыдан шығады? Қосылғыштардың орындарын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді деген қорытынды шығаруға болады. Келесі, екінші, терімділік қасиеті. Терімділік қасиетінің анықтамасы қандай? Екі санның қосындысына үшінші санды қосу үшін бірінші санға екінші мен үшінші сандардың қосындысын қосу керек. Мысалы түрінде қарастырайық. 3 қосылған 2, жақшаның ішінде 8 қосылған 6, тең 3 қосылған 14, тең болады 17 шықты. Енді терімділік қасиетін пайдаланып қалай жазуға болады? Сонымен жақшаның ішінде 3 қосылған 8, қосылған 6, тең 11 қосылған 6, неше шықты? Иә, 17 шықты. Ендеше терімділік қасиеті осындай түрде беріледі. Келесі енді қарастырайық көбейтудің қасиеттері. Көбейтудің қасиеттеріне 4 қасиет қарастырылады. Ол бірінші ауыстырымдық қасиеті, екіншісі терімділік қасиеті, үшіншісі көбейтудің қосуға қатысты үлестірімдік қасиеті, төртіншісі көбейтудің азайтуға қатысты үлестірімдік қасиеті. Енді жеке-жеке тоқтап өтейік. Біріншісі ауыстырымдық қасиеті. Мана ғана біз сіздермен айтып өттік, ауыстырымдық қасиет дегеніміз қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Ендеше бұл жердегі көбейтіндінің мәнін ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Формула түрінде көрсетсек, А көбейтілген Б тең Б көбейтілген А деп жазуға болады. Терімділік қасиеті. Жақшаның ішінде А көбейтілген Б, сыртында көбейтілген С тең А көбейтілген жақшаның ішінде Б көбейтілген С түрінде жазуға болады. Үшіншісі, көбейтудің қосуға қатысты үлестірімдік қасиеті. Формула түрінде жазсақ, жақшаның ішінде А қосылған Б көбейтілген С тең А көбейтілген С қосылған Б көбейтілген С деп жазуға болады. Келесі, көбейтудің азайтуға қатысты үлестірімдік қасиеті. Формула түрінде жазсақ, А азайтылған Б көбейтілген С жақшаның ішінде А минус Б көбейтілген С тең А көбейтілген С азайтылған Б көбейтілген С деп жазуға болады. Мінекей осы формулаларды пайдалана отырып, сіздер есептерді шығара аласыздар. Енді мынадай мысалдар қарастырайық. Осы көбейтудің, қосудың қасиеттеріне байланысты. Мысалы, 34 көбейтілген 5 тең 170. Бұл қандай қасиет деп ойлайсыздар? Иә, дұрыс айтты, бұл көбейтудің ауыстырымдық қасиеті. Енді 5 көбейтілген 34 тең 170 деп жазуға болады. Екінші мысал. Жақшаның ішінде 25 көбейтілген 4 көбейтілген 5 тең 25 көбейтілген 4 жақшаның ішінде 4 көбейтілген 5 деп жазуға болады. Бұл қандай қасиет? Иә, дұрыс айтасыздар. Бұл көбейтудің үлестірімдік терімділік қасиеті, иә. Үшіншісі, жақшаның ішінде 100 қосылған 4 көбейтілген 12 тең 100 көбейтілген 12
қосылған 4 көбейтілген 12 тең 1200 қосылған 48 тең болады. Бізде 1248 шықты. Бұл қандай қасиет деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бұл бізде көбейтудің қосуға қатысты үйлестірімдік қасиеті. Келесі мысал. Жақшаның ішінде 70 азайтылған 43 көбейтілген 18 тең 70 көбейтілген 18 азайтылған 43 көбейтілген 18 тең 1260 азайтылған 774 тең болады 486. Бұл қандай қасиет деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бұл бізде көбейтудің азайтуға қатысты үйлестірімдік қасиеті болып есептеледі. Енді мысалдарды талдап болдық. Ендеше оқулықтан сіздерге тапсырма номер 60 есептің 1-ден бастап 3 есебін шығарамыз, және номер 64 есептің 1-ден бастап 3 есебін дейін шығарамыз. Міне сіздерге мысал түрінде көрсеттім. Бірінші мысал қарастырайық. 60 есептің есебін қалай шығарамыз? Мынадай мысал көрсетіп қойдым сіздерге. 56 қосылған 25 қосылған 45 қосылған 24 тең қосылғыштар берілген. Енді осының ауыстырымдық терімдік қасиетін пайдаланып шығару керекпіз. Мен сіздерге тек қана ауыстырым қасиетін көрсетіп отырмын. Сонымен 56 қосылған 25 жақшаның ішінде, қосылған 45 қосылған 24 жақшаның ішінде тең 25 қосылған 56 деп ауыстырып жазуға болады орындағы қосылғыштарын, және 24 қосылған 45 деп ауыстырып жазуға болады. Нәтижесінде 81 қосылған 69 тең 150 шықты. Бұл қосудың ауыстырымдық қасиеті. Екінші есеп. 64-ші есепте мынадай мысал көрсеттім сіздерге. Жақшаның ішінде 13 көбейтілген 5 көбейтілген 2 тең 13 көбейтілген жақшаның ішінде 5 көбейтілген 2. Бұл қандай қасиет? Бұл көбейтудің терімдік қасиеті. Тағы да бір мысал. Осы жерде мысалы 65 көбейтілген 2 тең 130. Сосын екіншісі 2 көбейтілген 65 деп жазуға болады. Нәтижесінде 130 деген шықты. Яғни бұл бір есепті біз екі қасиет пайдаланып шығарып отырмыз. Біріншісі терімдік қасиеті болды, екіншісі жаңағы мен сіздерге көрсеткен бұл ауыстырымдық қасиеті. Осы қасиеттерді пайдаланып, осы есептерді шығарыңыздар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Кездескенше сау болыңыздар.